Бар болса да мәшинемен оторба, ұшақпенен шықты адамдар сапарға. Осы күннің нағыз ұшқыр ұшағы алып ұшты Алматыдай шаһарға. Самолеттің жайлы екені байқалып, халық отыр, көңілдері жай тауып. Аяқ асты алып ұшақ дірілдеп, төмен қарай құлдилады шайқалып. Бұндай кезде отыралсын кім күліп, зор қорқыныш бар ләззатты қылды ұмыт. Көздеріне азап өлім елестеп, жолаушылар ойбай салды шыңғырып. Біреу отыр, мойнында бар тұмары, бірақ тұмар қандай көмек қылады? Егер ұшақ құлап кетсе, сол тұмар ұшақпенен бір өртеніп тынады. Қорғайды деп жұрттың тілгөз сөзінен, ата-анасы таққан бала кезінен, көз моншақтан титтей пайда көре алмай, бір кісі отыр, сора сағып көзінен. Десе де жұрт самолетті сапа бар, ол да темір, бір апатқа тақалар. Бекер бықсып жүргендігін түсінді, адыраспанмен аластағы шапалар. Тағып алған қауырсынын тауықтың, зәресі ұшып отыр сорлы тәуіптің. Болашақты білгіш болса, неліктен білмей қапты болатынын қауіптің. Қауіп қатер қоршап еді маңайын, тентіреген ердің көрдік талайын. Жалғыз Алла өзін қолды деп кетті, әруақ деп айғайлағыш ағайын. Тыңдамастан Алланы айтқан молдасын, әншейінде ел деуші әруақ оңдасын. Жер астында шарасыз боп жатқан ол аспандағы жұртты қайдан қолдасын? Бастарына сәт туған соң ең мұңлы, Алла, Алла деп жұрт көз жасын көл қылды. Мейірімі шексіз Алла бұларда жер бетіне аман есен қондырды. Ауыр сынақ түскенменен бұларға біз үшінде ғибрат бар ұғарға. Еш уақытта сыйынбай қазағым, әруақ, тәуіп, көз моншақпен тұмарға. Менен басқа сыйынбады ешкімге Алла өзі айтып тұр ғой Құранда. Алдымыздан қандай күндер туса да, аузымыздан түспесін тек бір Алла.